Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге ең дәмді, ең шырынды жебіректерді дайындаймыз. Бір жасағынан өте керемет шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ыстық күнде таңертелік шаймен немесе салқын шалаппен бірге жесеңіздер, дәмі 2 есе артады. Ол үшін бізге ұн, тұз, ыстық су және сұйық май керек болады. Алдымен үлкен ыдысқа ұнымызды салып аламыз, оның үстіне бір шым тұз қосамыз. Содан кейін сұйық май мен ыстық су құйып, шанышқымен жақсылап араластырамыз. Қолмен жұмсақ созылмалы қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болған соң, оны пакетке салып, 20 минутқа тынықтырып қоямыз. Осы уақытта біз салмасын әзірлейміз. Салма үшін тартылған ет керек. Оған ұсақтап туралған пияз қосамыз, аздап тұз сеуіп, бәрін жақсылап араластырамыз. Тыныққан қамырды орташа көлемдегі бөліктерге бөлеміз. Әр бөлікті жұқа етіп дөңгелек пішінде жайып шығамыз. Орта тұсына дайын салманы қойып, қамырдың шеттерін бір-біріне қоса отырып, шанышқымен әдемілеп бастырып шығамыз. Жебіректерді алдын ала қатты қыздырылған мол майға салып қуырамыз. Екі жағында аударып, алтын түске дейін қуыру керек. Қызарып, қытырлаған жебіректеріміз дайын. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ әрі шырынды болып шығады. Осындай дәмді жебіректерді міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Достар, каналға тіркеліп қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар.